Hello guys, how are you? I would like to introduce today's lesson about present perfect tense. Яғни present perfect tense дегеніміз не? Соған анықтама беріп өтетін болсақ, яғни present perfect tense өткенде жасалған іс-әрекеттің нәтижесі қазіргі уақытта маңызды екенін білдіреді. Яғни іс-әрекеттің қашан болғаны маңызды емес, нәтижесі маңызды. Қазақ тіліне аударма жасағанда жасап қойдым, болып қойды, яғни жасап аяқтадым деген сияқты нәтижені айтқанда қолданамыз. Present perfect tense-тің жасалу формуласы, яғни құрылымы, міне қараймыз. Сөйлем басында бізде міндетті түрде subject келеді. Одан кейін have, has және етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Past participle-да. Енді қараймыз. I, you, we, they болғанда, онда have-ті қолданамыз және етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Егер subject бізде he, she, itпен бастап тұрса, онда has-ді қолданамыз. Яғни he, she, itті has-ді қолданамыз. Сосын біз етістіктің үшінші формасын қолданады екенбіз. Мысалға, I have eaten. Мен тамақ ішіп қойдым. Мен тамағымды жеп алдым. Ал енді, мына жерде I-дың орнында he тұрса ше, онда he, сосын барып has, содан кейін eaten-ді жазамыз. Сонда he has eaten, ол тамағын жеп алды білдіреді. Ол қазір ғана жеп аяқтады, тамағын. Яғни, осындай қазір ғана аяқталған іс-әрекет айтқанда қолданамыз. Present perfect tense-тің жасалу формуласына қарайық. Яғни, affirmative дегеніміз бізде болымды сөйлем. Егер subject I, you, we, they мен басталса, онда have-ті қолданамыз. Және, past participle, егерде бұрыс етістік болатын болса, етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Ал егерде дұрыс етістік болатын болса, онда етістікке ed жинағын жалғаймыз. Сонда I have lived. Мен тұрамын. Мысалға, I have lived in Шымкент, мен Шымкентте тұрамын деген сияқты. Келесі he, she, it. Subject бізде he, she, itпен басталғанда, онда көмекші етістігіміз бізде has қолданылады және етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Болымсызда, subject I, you, we, they, he, she, it, haven't, яғни have-тан кейін not, has-дан кейін not-ты қолданамыз. Сосын етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Сұраулы сөйлемде have, has, subject-тің алдына шығады. Қолдануы, usage, біріншісі ереже, өткен іс-әрекеттің нәтижесін айту. Яғни, бұрынғы жасалынған іс-әрекеттің нәтижесін айтқанда қолданамыз. Мысалға, I have lost my keys. Мен кілттерімді жоғалтып алдым. Екіншісі, өткенде басталып, қазірге дейін жалғасуда. Яғни, бұл іс-әрекет бұрын басталған, яғни қазіргі уақытқа дейін ол сол іс-әрекет әлі де жалғасып жатыр. Яғни, осындай іс-әрекеттерді айтқанда, осы present perfect tense қолданамыз. Мысалға, I have lived here since 2010. Мен мұнда 2010 жылдан бері, мұндағы кілт сөз бізде since. 2010 жылдан бері мен осында тұрамын деген сөз. Яғни, 2010 жылы бұл іс-әрекет осында тұру басталған, яғни әлі күнге дейін ол сол жерде тұрады. Осындай іс-әрекеттерді айтқанда, осы present perfect tense қолданамыз. Келесі, жақында болған іс-әрекет, яғни осы қазір ғана аяқталған іс-әрекет. Мысалға, бұл кезде біздегі кілт сөздер just, already, yet деген осы үш кілт сөзді қолданамыз. Яғни, just, already дегеніміз бізде болымды сөйлемде қолданылады, ал yet дегеніміз сұраулы және болымсыз формада қолданылады. Мысалға қарайық. I have just finished my homework. Мен қазір ғана үй тапсырмамды аяқтап бітірдім. Мысалдар. I have just finished my homework. Немесе she has never been to Paris. Ол ешқашан Парижде болмаған. Сұраулы сөйлем. Have you ever seen this movie? Сен осы фильмді әйтеуір бір кезде көрдің ба? We have lived here since 2010. Біз мұнда 2010 жылдан бері тұрамыз. Сұраулы және болымсыз сөйлемдердегі жасалу формуласы. Яғни have, has, subject, сосын verb 3. Have you done your homework? Сен үй жұмысын жасадың ба? Болымсыз сөйлемде subject, одан кейін haven't немесе hasn't, сосын барып етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Subject дегеніміз she болған кезде біз hasn't-ты қолданамыз. Одан кейін етістіктің үшінші формасы. Егерде дұрыс етістік болатын болса, оған ed жинағын жалғаймыз. Біздегі формула шығып тұр. Аударма жасайық. She hasn't called me. Ол маған телефон соққан жоқ. Ол маған хабарласқан жоқ.
деген мағынаны береді. Time expressions, яғни уақытты білдіретін кілт сөздер. Мысалға, since-тан кейін біз past simple'ды жазамыз, немесе периодты жазамыз. Яғни сол кезден бастап, сол кезден бері деген мағынаны береді. Past simple дегеніміз бұл жерде енді жылдарды қолдануы мүмкін. Яғни сол басталған іс-әрекеттің периоды да көрсетіледі. Мысалға, for дегеніміз бойы. Бұл кезде уақыттың периоды жазылады. Time period. Бойы. Мысалға, бір апта бойы дейтін болсақ, for a week. Бір апта бойы. Бұл туралы тағы да астында тапсырмалар беріледі. Сол арқылы кішкене практика жасап көресіздер. Окей, келесі. Lately, recently, жақында, соңғы уақытта деген мағынаны береді. Ever, өмірінде, бұрын. Never, ешқашан. Never дегеніміз бізде болымды сөйлемде қолданылады, бірақ болымсыз мағынаны береді. Келесі. Just, жаңа ғана. Already, әлде қашан. Yet, болымсыз және сұралу сөйлемде қолданылады. Әлі де деген мағынаны береді. Still, бұл да әлі де деген мағынаны береді. Today, бүгін. So far, әзірге. This week, this month, this year, яғни осы аптада, осы айда, осы жылда деген мағынаны береді. In, over the last 10 years, яғни соңғы 10 жылда, немесе соңғы 10 жылдың ішінде деген мағынаны береді. Келесі, it is the first, it is the second time, сосын барып біз past participle қолданамыз. Яғни бұл бірінші рет, немесе бұл екінші рет деген мағынаны береді. Практика жасап көрейік. Міне, мұнда уже формула берілген, дайын. Осы формулаға салып сөйлем толықтырамыз. I have, яғни мына жерде finish'ті өткен шаққа айналдырамыз. ed жұрнан жалғаймыз. I have finished my homework already. Яғни мен әлде қашан үй тапсырмамды аяқтап қойдым. She болған кезде біз has'ды қолданамыз. She hasn't, see-дің үшінші формасын қолданамыз, сонда seen болады. She hasn't seen this film yet. Ол мына фильмді әлі де көрген жоқ. Have you ever been, be-дің үшінші формасы been. Сонда have you ever been to London? Сен әйтеуір бір кезде, немесе сен өміріңде Лондонда болдың ба? Деген мағынаны береді. They болған кезде, міне біз have-ті қолданамыз. They have just, leave-дің үшінші формасын қолданамыз. Left. They have just left the house. Left the house. Ол қазір ғана үйден шығып кетті. Олар. Мына жерде they have, міне, have-ті қолданамыз. Сосын just, leave-дің үшінші формасы left. They have just left the house. Олар қазір ғана үйден шығып кетті. Келесі. He болған кезде has-ді қолданамыз. He has never played tennis. Олар ешқашан теннис ойнаған емес. Келесі тапсырмада, мына жерде формула берілген. Осы формуланы қолданып, сөйлемді аяқтаймыз. Бұл сендерге практикалық тапсырма. Қорытынды. Present perfect tense өткен іс-әрекеттің нәтижесін көрсетеді. Яғни бұрын басталған іс-әрекет қазір аяқталған кезде. Міне, мұнда ол бұрынғы жасалған іс-әрекеттің қай уақытта болған маңызды емес, іс-әрекеттің нәтижесі маңызды. Түсіндік қой, present perfect tense. Негізгі формула, міне, subject, have, has, етістіктің үшінші формасы. Уақыт көрсеткіштерімен бірге қолданылады. Уақыт көрсеткіштерін мұнда айтып өттік. Мына берілген уақыт көрсеткіштерді жазып жаттаймыз. Мінекей, тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Сабағымыз осымен тәмам. Келесі сабақта кездескенше, see you next time. Goodbye.